Бәріне сәлем, құрметті оқырман, бәрі бар арнасына қош келдіңіз. Видео басталмас бұрын лайк басып, каналға жазылып, қазақ арнасын дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Америкалық қалыңдық үйлену тойынан бір күн өткен соң ажырасып кетті. Айырылысуына күйеуінің той кезінде бетіне торт жағып жіберуі себеп болған. Оның айтуынша достары күйеуіне екінші мүмкіндік беруін сұраған. Алайда қалыңдық бір қателік жіберген адамды екінші рет кешіруге болмайды деген. Сондай-ақ ол журналдағы жазбасында күйеуімен қалай жолыққанын және той рәсімінің қалай өткенін ашық жазған. Мен отбасын құруға ешқашан мән бермегенмін. 2020 жылы жігітім үйленуге ұсыныс жасаған соң келіскенмін. Үйлену тойын ұйымдастыруды өз мойнымызға алдық. Алайда той кезінде ол менің жалғыз қатаң ережемді бұзды. Рәсім кезінде басымнан ұстап тұрып, бетіме торт жақты, деді қалыңдық.